Қайырлы күн, сіздермен Нұрбол ағай. Бүгін информатика ОБТ пробный тестін талдайтын боламыз. Бізде 33-ші сұрақ программа фрагментіне қандай санды енгізсе қате деп шығады дейді. Қарасаңыздар, Python'да код берілген. Ең бірінші қатарда def деген бізде функция дегенді білдіреді. Мынау r деген ол функцияның атауы. Яғни функцияны шақырған кезде бізде қате деген сөз экранға шығады екен. Келесі бізде n тұр. N айнымалысын қолданушы енгізе алады екен. Одан келесі қатарда if шартты операторы берілген. Ол жерде айтады, n-іміз егерде біздің 0-ден кіші немесе тең болатын болса, онда біз жаңағы r деген функцияны шақырамыз. Яғни ол функцияны шақырған кезде бізде экранға қате деген жазу шығады. Сонда жауабы бізде n-нан кіші немесе тең сандар ғана бола алады екен. Сонда қарасақ бізде 0 кіреді, b нұсқасы кіреді -65 және g нұсқасы 0-ден кіші болғандықтан -55 кіреді. Сонда бізде 3 дұрыс жауабы болады екен.